Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқып үйренетін боламыз. Мінекей бұл өрнек өзі бар болғаны 4 қатардан тұрады және 6 көзден. Мінекей. Ал кеттік ендеше осы өрнекті тоқып көрейік бүгін. Мен мына жерде 12 көз алдым. Және сіздердің уақыттарыңыз алмайын деп бірде мына көздерді алғаннан кейін 3 қатар осындай 2 теріс 6 оң 2 теріс қылып осылайна тоқып шықтым. Мінекей. Ал енді негізгі өрнегімізге келдік. Бұл бастапқы қатар болатын бұлар. Бисмилля деп бастайық. Бірінші көзді іліп аламыз. Енді 2 теріс. Біреу, екеу. Енді 2 оң, біреу, екеу. Енді мына жерде мінекей мынау 3-ші мен 4-ші көзді біз тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Сөйтеміз да, мынау ұзын жіпті алға қарай жібереміз. 2 оң, 2 теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. 2 оң, 2 теріс. Мінекей мынау жаңағы біздің тоқымай өткен 2 көз болады ғой. Енді осы екеуін тағы да біз оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Бұл жолы мынау ұзын жіп, мынау артта қалады. Мына оң бетінде қалады сонда. 2 теріс. Соңғысы 2 оң. Осымен өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Үшінші қатар. 2 теріс. Енді біз қазір жерде мынау ортадағы жаңағы мынау тоқымай өткен мынау көздер бар ғой мінекей. Мынау 3-ші көзді қазір мынау бірі мен 2-ші көздің орындарын ауыстыратын боламыз. Мінекей мына көзді біз қазір мына оңға қарай ауыстырамыз. Сөйтеміз да әрқайсысын оң қылып тоқимыз. Келесі мынау бұл жерде енді мына ортадағы жіпті, мына көзді біз мынау солға қарай, мынау сол жақтағы оң көздермен орындарын ауыстыратын боламыз. Мінекей. Сөйтеміз да бұлардың әрқайсысын оң қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Енді соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 3-ші қатары аяқталды. 4-ші қатар. 4-ші қатарда енді біз барлығын сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей өрнегіміздің 4-ші қатары аяқталды. Мінекей. Мен жаңа тек қана мына өрнектің тек қана біреуін ғана көрсеттім болды. Мінекей. Енді тура мына бірінші қатардан бастап қайттан осылайны қайталайтын боласыздар. Мінекей. Мына астындағыны оны қайталамайсыздар, тек бастапқы кезде ғана қайталайсыздар да. Болды, одан кейін бұны қайталамайтын боласыздар. Тек мына жерден бастап қана мынау бірінші қатар болып есептелінеді. Дәл енді осылай тоқи беретін болсаңыздар, әрі қарай осындай әдемі өрнек шығатын болады. Мінекей. Көрдіңіздер ғой? Тығыз әдемі болып шығады. Мінекей. Жилет болсын, жемпір болсын, тіпті кардиган тоқуға да болады. Мінекей. Мінекей бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.
жақсы